Бүгінгі тақырыбымыз қан диабеті, яғни сусамыр. Оның себептері қандай? Қазір біз арнайы мамандарымыздан және қонағымыздан сұрап көрейік. Бүгінгі біздің маманымыз студияға келіп отырған терапевт дәрігер, хабарымызға арқау болып отырған ламифарен өніміне клиникалық зерттеулер жүргізген Құдаров Дәуренбек. Қош келдіңіз. Және де тұтынушы келіп отыр, ол Мусин Сайын. Сайын аға, қош келдіңіз. Енді әуелгі сұрақты сізден бастайық, маман ретінде. Жалпы қан диабеті не? Негізінде қан диабеті бұл ағзамыздағы шекердің көбеюі. Оның көптеген себептері бар. Екі тип болады. Оның бірінші типі, екінші тип деп бөлінеді. Бірінші тип инсулиннің жетіспеуінен болады. Бұл ұйқы безінің бета-лангерганцы деген клеткалардың инсулинін дұрыс шығармауы. Екінші тип бұл инсулиннің жетіспеуі. Инсулин болады, кейбір кезде өте көп болады, бірақ ағзамызға қанның сіңбеуі. Бұның себептеріне келсек, енді ресми медицина бойынша бірінші себебі бұл генетикалық себеп деп айтамыз. Тұқым қуалаушылық бар. Ондай статистика бар. Анадан болсын, әкеден болсын қуалай береді. Қуалай береді, иә. Егер мысалы семьяда ауырған кісілер болса, онда ауру мүмкіншіліктері көбейеді. Тағы да айта кететін ең үлкен мәселе бұл психосоматикалық себептер. Психосоматика бұл ғылымның жаңа бағыты. Біздің психологияның, біздің ағзамызға тигізетін әсерін зерттейтін бір ғылым. Қағидалар бойынша біздің бүкіл денеміздегі бүкіл процестер орталық, центральный нервный система дейміз ғой, мидан басқарылады. Ал ми неден басқарылады деген сұрақты болжады ғой. Бұл түпкі санадан басқарылады. Бұл енді подсознательный разум дейміз. Адамның жаңағыдай психологиялық программалары, психологиялық жаңағыдай көптеген стресстерден, психологиялық тұрақсыздық, көптеген күйзеліске ұшырауы, ол да үлкен бір себептердің бірі болып есептеледі. Ары қарай айта кететін болсақ, бұл енді ұйқы безімен байланысты болғаннан кейін ұйқы безінің проблемалардың бәрі қан диабетіне әкелуі мүмкін. Себеп ретінде. Енді тағы маман ретінде, жалпы енді әлем бойынша статистикалар бар ғой. Біздің қазақ елімізде жалпы статистика қандай? Қазіргі таңда осы дертке шалдығып жатқан адамдардың саны артуда ма? Әлде керісінше кемуде ме? Өкінішке орай, иә, біздің елімізде бұл аурудың саны арттырып жатыр. Оның жаңағыда айтып кеткен, жоғарыда айтып кеткен себептерге байланысты болып тұр. Енді урбанизация процестері бар, экологияның жақсармауы, дұрыс тамақтанбауы. Түсінікті. Енді Сайын аға, сөз кезегі сізде. Жалпы енді менің білуімше, осы 7-8 жыл бұрын сізге қант диабет деген сияқты диагноз 9 ба, сондай балға дейін жетті, сіздің қаныңызда. Қазіргі таңда 5-6-ға түсті. Яғни қазіргі қалыптағы дені сау адамның сияқты қаны қайттан қалпына келген деп айтып жатырсыз. Жалпы қан диабеті емделмейді деп естігенім бар. Сіз, Аллаға шүкір, емделіп кеттіңіз. Осы себептерін неден басталды және қалай айықтыңыз, айтып кетсеңіз аға. Диагностика өткенде енді жылда қан тапсырамыз, тағы басқа неден сол дәрігерлерімізге бар. Иә. Соң менің қантым 9 болды. 9 болды. Не себептен диагностика бар? Ауырдыңыз ба? Жоқ, біз жылда барамыз енді. Жалпы тексеру. Адам баласы жылында бір рет тексеруге керек қой. Өте дұрыс аға. Дәрілер берді, жазып берді. Ол дәрілерді мен ішкен жоқпын. Учет қалды ма сізді? Иә, учет қалды. Учет қалды. Сосын сода біз естідік ламифарен рекламасын. Сосын келдік Тимирязев орталығына. Келіп, сосын біз буклеттерін көрдік, бәрін бізге маманың әңгімесін айтты түгел. Қалай болу жасау керек, не болады. Сосын мен сұрадым, қантқа қалай? Ем дейді деді. Дәмін де көрдік, бізге дәмін де берді. Дәмі менде бізге тағамымызға келгенде кішкене дәмі бір түрлі. Сосын үйге келіп ойланып, әйел екеуміз сөйлесіп, бәрін балалармен сөйлесіп. Сосын тәуекел ішіп көрейік дедік. Содан ішіп келемін мен. Жақсы нәтижеге қай кезде ауысты? Неше жылдан кейін? Әлде айлар өтті ме? Жылдар өтті ме? Мен сол диагноздан кейін 2 жыл почему-то неге барған жоқпын. Диагностика? Диагностика. 2 жылдан кейін барып 5-8 деді. Диета ұстадыңыз ба аға? Әлде диета ұстаған жоқсыз ба? Жоқ, диета ештеңе ұстаған жоқ. Тек тамақ іше бердіңіз, тек ламифарен қандай тамақ ішіп жүрдім, сонымен иә. Өйткені менің түсінгенім айтты енді, ламифареннің ішінде ешқандай химия ештеңе жоқ деді. Бұл тағамның бір түрі сияқты. Табиғи өнім. Иә, табиғи өнім. Енді шай да ішеміз, ет те жейміз, кеспе де ішеміз, ол да тағам бір түрі ғой.
сол сияқты мен үйреніп алдым. Зияны жоқ нәрсе деді. Өзі зияны жоқ. Ресейдің бе ғылымдары 20 жыл зерттеген, бәріне соны түгел сертификатын көрсетіп, бәрін неткеннен кейін. Қазір де ішіп жатсыз? Иә, қазір жасыңыз нешеде аға? 72-де. 72-де. Көп жасаңыз аға, аман болыңыз. Енді Маман мырза, жалпы тыңдадыңыз, жағдайын білдіңіз. Түсіндіріп кеттіңізші, не себеп, қалай болды ол? Енді ағамыздың айтып отқан диабеттің түрі екінші түрі деп ойлаймын өзім. Бұл енді жас қосылған сайын үлкен кісілердің состояниесі деп айтсақ болады. Көбінесе мысалы жүректен жоғары қан қысымынан берілетін дәрілерден де шекер көтерілуі мүмкін кейбір кезде. Көп дәрі ішеді ғой енді. Иә, одан да болуы мүмкін. Оның енді жаңағыда себептерін біле жатырмыз сосын. Бірақ адинамия дейміз ғой енді, аз қозғалуы адамның. Ол да болуы мүмкін. Иә, сол себептерден де болуы мүмкін. Бірақ ең маңызды мәселе бұл жерде жаңағыда ламифарен ішіп жақсы болып болдым дейді ғой ағамыз. Бұл ламифаренге қатысты, қант диабетке қатысты академик Разумов деген Россияда бір академик бар. Институт профилактической медицины и курортологияда клиникалық зерттемелер өткізілген. Именно ламифареннің әсерін зерттеп. Ол жерде жаңағыдай қант диабетке қарсы ламифареннің ішінде табиғи полисахаридтер бар. Фукайдан, альгинат натрия, ламинарин дегендер. Сол себептен жаңағыдай қанттың дәрежесі де түседі ламифаренді жаңағыдай курстап ішкен кезде. Соны оқығаннан кейін мен де оны сене бастадым, сөздің ашығы. Себебі бұл ресми мәлімет болғаннан кейін 2006 жылдарда өткізілген бір клиникалық зерттемелер. Бұл ламифарен бұл профилактикалық медицинаның флагманы деп айтсақ болады. Себебі біріншіден ішінде енді бұл 100% органикалық өнім. Екіншіден ішіндегі ең маңызды бір микроэлемент, йод деген микроэлемент бар. Йод бүкіл денемізге өте маңызды бір рөлі бар. Біріншіден мысалы қалқанша безінің жұмысына тікелей бір әсері бар. Қалқанша безі бұл біздің денеміздің дирижері деп айтсақ болады. Біздің ұйқы безінің кішкентай қана нәрсе ғой, былай қарасаң. Кішкентай қана нәрсе, бірақ рөлі өте маңызды. Біздің ұйқы безіміздің жұмысы да сол безге, қалқанша безіне тәуелді болып тұр. Сол себептен жаңағыдай ламифаренді ішкен кезде қалқанша безі де жұмысын жақсартады, сөйтіп жаңа ұйқы безіне әсер етеді, сөйтіп қанттың дәрежесі сөйтіп сол жағынан да түсуі мүмкін деген мәліметтер бар сол зерттемелерде. Қосымша тағы сұрақ Сайын аға жайында. Бағана айтып кетті ғой, іштік, емделдік, Аллаға шүкір. Бір жақсы нәрсесі бар екен бұл кісіде. Көп қазақтың табиғатында жоқ. Жыл сайын профилактика ретінде анализдер тапсырып, Аллаға шүкір, ол жақсы нәрсе. Міне, егер де сол кезде бармаса, 9 шкаласы болды. Қант диабеті өршіп кетуі мүмкін бе бұл кісіде? Енді оны мүмкін бе, мүмкін емес пе, оны айту қиын қазір шынымен де. Себебі өмірдің барысына қарай ғой енді. Өзің жаңағыдай салауатты өмір салтын ұстанса ағамыз, әрине бұл жақсы болып кетер еді. Бірақ әрине осы жыл сайын тексеріске барған өте керемет нәрсе, өте жақсы нәрсе. Осындай кезде ерте болып тұрған жағдайда бұл нәрселер осындай профилактикалық өніммен орнына келтіруге болатын бұл қазір көріп отырмыз. Алла разы болсын. Көп рахмет келгендеріңізге. Аға, көп жасаңыз, ауырмаңыз. Ламифарен егер де көмектесіп жатса, осы ламифаренді үнемі ішіп отырыңыз. Жеңілдіктері болса қолданыңыз. Дәуренбек мырза келіп, үлкен сұхбат бердіңіз. Рахмет сізге. Енді ауырмайық, ламифаренді ішейік, қымбатты көрермен қауым. Егер де қант диабетіне шалдыққан болсаңыздар, әрине ең әуелі Алладан ғой барлығы. Бірақ себебін жасайық. Өйткені Алла тағала өзі әр нәрсемен, әр аурумен шипаны бірге жаратқан бәріміз білеміз. Сол себепті шипаны іздейік, зерттейік. Бұл зерттелген табиғи нәрсе болғаннан кейін қабылдап ем табайық. Әзірге біздің уақытымыз өз мәресіне келіп жетті. Амандықпен сау кездескенше.